Бұл күні Шымкенттегі Арбат алаңы заңгерлер мен тұрғындардың бас қосқан алаңына айналды. Халық заңгері акциясын ұйымдастырушылар қалалықтардың құқықтық кеңес алуына осылай мүмкіндік берді. Әдеттегідей келушілердің көтерген мәселесі әртүрлі болды. Қала тұрғыны Ситали Нахипов 19 жылдан бері жер дауымен сабылып жүргенін айтады. Тиісті органдардың барлығына барып шыққан. 2007 жылы жер алғанбыз ғой, Бозарттан. 2 жер алдық. Содан сатып алдық та, енді оны бүйтіп очередьтен сатып алдық. Сөйтіп, 2 жердің біреуін сатып, жағы екіншісі там соғамыз дегендік. Сөйтіп, содан бері әлі не там соғылмай жатыр, не сатамаймыз, не архитектураға барып сұрадық. Там соқса қалай болады, сатып десек, там соқпаңыздар дейді. Неге? Генплан шыққан жоқ, генплан шықса, сіздің жердің орнынан жағы жырвокзал түседі деп жатыр, или жолдар түседі, или домдар түседі. Сөйтетін болса, жеріңіз салған үйіңізді бұзылады деді. Сол үшін салмай қоя тұрыңыздар деді. Заңгер кеңесін алған Ситали Нахипов мәселенің шешімін енді соттан күтпек. Ал Райкүл Мырзахметова үйінің жағдайын айта келіпті. Көп қабатты үйдің 10-шы қабатында тұратын тұрғын шатырынан су кететінін 7 жылдан бері түрлі мекемелерге айта шаршаған. Бүгінге дейін нақты нәтиже болмағанына алаңдайды. Үйден 7 жылдан бері су өтеді, төбеден кришадан. 7 жылдан асып кетті даже. Сонымен бірінші Кескаға жүгіндім. Кеска болды, бәрін айтып қойдым деді. Мен Кесканы 5 жыл күттім. 5 жыл. Ол әні істейміз, мені істейміз деп, бірінші ақша жинадық өзіміз. Әйшін төбен косметологический істедік те қойдық. Ол 1 жыл су өтпей тұрды. 1 жылдан кейін қайтам басталды. Сонымен Кескаға айттым, 5 жыл күткеннен кейін мен уже қалалық әкімге жаздым кәдімгідей инстаграмына. Тоқтамай жауап бергенше жазып отырдым. Болды, сіздің ісіңіз қаралады. Мәселеңізді бар қолға алдым деді. Енді Қаратауский өзіңіздің тұрғын мекен әкіміңізге барасыз деді. Сояққа бардым, ол мені шығарып салды. Заңгерлерге жеткізген мәселелер арасында мұнан басқа тұрғын үй кезегі, әлеуметтік төлемдер, еңбек қатынастары, алимент өндіру, мұрагерлік және басқа да сұрақтар бар. Акция барысында 80-ге жуық тұрғынға жергілікті атқарушы органдардың, құқық қорғау органдарының өкілдері, прокурорлар, сот орындаушылары, адвокаттар мен нотариустар тегін құқықтық кеңес берді. Бізге көбінесе сұрақтармен келеді. Үлкен апаталар, мұра бойынша, яғни мұраны қанша уақыттың ішінде ашу керек, және де оның ашу мерзімі бар. 6 айдың ішінде ашып үлгермесе қай жаққа бару керек деген сияқты сұрақтар қояды. Және де өсиет бойынша сұрақ келеді. Өсиет қалдырайын деген едім, балама, немереме деген сияқты. Сонымен қоса, үйді сатып алатын кезде мен қандай құжатқа қарау керекпін, қандай құжаттар дұрыс болу керек, неге мән беру керек деген сияқты. Бұл жердегі жалпы келіп жатқан азаматшалардың бәріне біз тегін қызмет көрсетудеміз, яғни тегін кеңес беріп жатырмыз. Халық заңгерінің мақсаты тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру және білікті заңгерлік көмекті қолжетімді ету. Бүгінгі кездесу мұндай қабылдауларды жиі әрі тұрақты өткізілу керектігін аңғартты. Нұрай Жылқыбай, Елдар Жүнісхан, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.